Сәлем достар, кайрылуу күн. Біз бүгін осындай керемет фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Алдымен фунчозамызды ыстық суға салып, 20 минуттай қойып қоямыз. Укропымды майдалап турап аламын. Татты бұрышымды осылай соломка қылып тураймын. Сәбізімді осындай үпкіштен өткізіп, барлығын ыдысқа салып аламын. Дайын болған фунчозамды судан шығарамын да, пышақпен осылай жеуге ыңғайлы болу үшін кесіп аламын. Енді фунчозамды ыдысқа саламын. Үстінен жаңа туралған заттарымның барлығын салып шығамын. Енді специяларымды саламын. Бұл жерде кептірілген ащы бұрыш, кептірілген тәтті бұрыш, қалауларыңыз бойынша салыңыздар. Қара бұрыш салдым, сарымсақ салдым. Уксус салдым столовый, 9% уксус менде. Сонымен қатар тұз және ыстық майды үстінен осылай құйып шықтым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз да тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Салатымыз дайын болды. Міне, жасап көріңіздер, өте оңай және тез дайындалады. Рецептім ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, өте қуанышты боламын. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, келесі видеоларды жіберіп алмайсыздар. Үлкен рахмет, сау саламатта болыңыздар.